Мейіз деген не? Мейіз бұл кептірілген жүзім. Жүзімді күн көзіне немесе арнайы пеште кептіріп алады. Нәтижесінде тәтті, қою түсті, ұзақ сақталатын өнім шығады. Мейіздің бауырға пайдасы. Уыттарды, токсиндерді шығарады. Бауырдың жұмысын белсенді етеді. Қанды тазартуға көмектеседі. Ас қорытуды жақсартады. Қабынуды басады. Қалай тазалайды? Табиғи тазарту құралы. Мейізде антиоксиданттар, клетчатка және глюкоза көп. Олар бауырды қозғап, зиянды заттарды шығарып тастауға көмектеседі. Сонымен қатар, бауырдағы өттің ағуын жақсартады. Қалай қолдану керек? Мейіз суы. Бір стақан суға 2 ас қасық қара мейіз. 2 түнде жібітіп қой. 3 таңертең ашқарынға мейіз суын іш. 4 мейізінде жеп қойса болады. 4-7 күн қатарынан ішуге болады. Қандай мейіз пайдалырақ? Қара мейіз ең пайдалысы. Тасты емес, табиғи кептірілген мейіз таңда. Шекер қосылмаған мейіз жақсы, сапалысын таңда. Кімдерге сақ болу керек? Қант диабеті барлар дәрігерден кеңес алу керек. Күніне 1-2 ас қасықтан артық жеуге болмайды. Мейіз тәтті болғанымен мөлшері әкі маңызды. Бір жүзімнің 1/4 бөлігі ғана мейіз болады. 1 к мейіз алу үшін шамамен 4 к жүзім керек. Себебі кепкенде суы кетіп көлемі кішірейеді. 2 мейіз табиғи тәтті. Құрамында қант көп болса да, бұл табиғи фруктоза мен глюкоза. Қанттың орнын алмастыра алады, әсіресе десерттерде. 3 сүйексіз мейіз де бар. Кейбір жүзім түрлері сүйексіз өсіріледі, солардан жұмсақ, мейіз дайындалады. 4 қара мейіз ең пайдалысы. Өйткені ол күн көзімен кептіріледі, ал ашық түстілер кейде күкіртпен өңделеді сақтау үшін. 5 ежелгі дәуірде дәрі ретінде қолданылған. Римдіктер мен гректер мейізді асқа ғана емес, емге де пайдаланған. Шаршаған әскерге энергия беру үшін берген. 6 балаларға пайдалы тіске басар. Тәттінің орнына беруге болады. Бірақ жеген соң ауыз шайған жөн жабысқыш. Қызықты зерттеу. Зерттеулер бойынша күніне 30-40 мейіз жеу жүрек ауруларының қаупін 15-ға дейін азайтады.